Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет сусындардың бірі ашытпаны қалай пісіру керек екендігін көрсетемін. Және де видеомды көрмес бұрын арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, каналымды қолдай кетсеңіздер. Ашытпаны әркім әрқалай жасайды, ал мен бірақ күнделікті осы күрішті қолданамын. Немесе сіздер қалаған жүгері, перловка қолдансаңыздар болады. Бұл күнделікті сусын ретінде ішіп жүруіңізге болады. Жаздың жаңағы қатты ыстық күндерінде өте керекті сусындардың бірі. Енді осылай күрішімізді салып, үстіне салқын суымызды құйып, енді қайнағанша қойып қоямыз. Мен төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, қанша қосу керек екендігін сол жерден көре аласыздар. Көбейтіп не азайта аласыздар. Жақсылап осылай енді үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, асты жармас қалмас үшін бір араластырып осылай қозғап тұрасыздар. Күрішіміз пісуге жақындағанда мен бір күн алдын холодильниктен осы айранымызды шығарып қоямын. Себебі айранымыз ашып тұрса, ол тез ашуына себепші болады. Және де мен ең төменгі пайыздық айранды қолданамын. Әркім қалаған айранды қолданса болады. Мен 1% айранды қолдандым. Енді көріп тұрғандарыңыздай, уже біздердің айранымыз ашып тұр, уже ісіп, кәдімгідей дайын. Міне біздердің күрішіміз дайын, піскен. Енді толығымен мұздатып қоямыз. Достар, менің каналым ұнап жатса, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің менің каналымды қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ашытпамыз дайын, керемет болып шықты. Таңертең осы қарап отырмын. Айран осылай сұйық болған. Айран құйғаннан кейін осындай сұйық болып шықты. Енді мен бұл ашытпамызды бөлек ыдысқа құйып алдым. Және де үстінен су құйып осылай сұйықтау қылып ішкен жақсы. Және де жаңағы тұзымыз кемдеу болса, үстіне тұз салып, қалағаныңызша салқындатып ішсеңіздер болады. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.